Кез келген санды 10-ға көбейткенде, берілген санды жазып, оң жағына нөлді тіркейміз. 10 саны болғаннан кейін, бір нөлін оң жағына тіркейміз. Мысалы, берілген сан 23, оны 10-ға көбейткенде, 10 санында бір нөл бар, 23 берілген сан сол күйінде жазып, 10 санындағы бір нөлін тіркейміз. Яғни ол көбейтеді деген сөз. 10-ға көбейткенде 230 шығады. Мысалы, 1-ді 10-ға көбейткенде, көбейтіннің мәні 10-ға тең. 10 мен 4-ті көбейткенде, мына берілген санды сол күйінде жазамыз. 10 санында бір нөл бар, соны тіркейміз. Сонда 10-ға 4-ті көбейткенде 40 екен. Одан кейін 10 мен 10-ді көбейткенде, екеуінде де бір нөлден бар. Яғни, соңына 2 нөл тіркейміз. Олай болса, 10 мен 10-ның көбейтіндінің мәні 100-ге тең. 2 мен 10-ды санды 10-ға бөлгенде, сол берілген санның оң жағындағы, яғни соңында тұрған бір нөлді алып тастаймыз. Өйткені 10-ға бөлетін болғаннан кейін, оның бір нөлін шегереміз. Мысалы, 80-ді 10-ға бөлгенде, соңғы оң жағындағы нөлін шегеріп тастаймыз. Олай болса, 80-ді 10-ға бөлгенде 8 шығады. Мына соңғы нөлін, оң жағындағы нөлін шегеріп алып тастадық. 10-ды 10-ға бөлгенде 1 шығады, яғни сол берілген санның соңғы оң жағындағы бір нөлді алып тастаймыз, кейінге шегереміз. 40-ды 10-ға бөлгенде соңғы бір нөлін шегеріп алып тастадық, сонда 4 сол күйінде жазылады. 100-ді 10-ға бөлгенде де 10 санында бір нөл болғаннан кейін, 100-дің берілген 100 санының соңғы бір нөлін шегеріп алып тастаймыз. Сол кезде 100-ді 10-ға бөлгенде 10 шығады. Мына жердегі бір нөлі қысқарып қалды. Яғни алып тастадық 10-ға бөлетін болғаннан кейін. 20-ны да 10-ға бөлген кезде соңғы оң жағындағы бір нөлі қысқарады. Олай болса 2 сан шығады. Кез келген санды 100-ге көбейткенде, сол берілген санның оң жағына 2 нөлді тіркеп жазамыз. Мысалы, 7-ні 100-ге көбейткенде, мына берілген санды сол күйінде жазамыз. 100-де 2 нөлді оң жағына соңына тіркейміз. 7 көбейту 100, көбейтіндінің мәні 700. 2 нөлін тіркедік. 100-ді 36-ға көбейткенде, берілген сан 36-ны жазамыз сол күйінде. 100-де 2 нөл болатындықтан, оң жағына соңына 2 нөлін тіркейміз. Олай болса, 136-ға көбейткенде 3600. Санды 100-ге бөлетін болсақ, сол берілген санның соңындағы 2 нөлін кейінге шегеріп алып тастаймыз. 100-ге бөлетін болғандықтан 2 нөлін алып тастаймыз. Яғни 2 нөл жазылмайды. Мысалы, 2500-ді 100-ге бөлгенде 2 нөлін қысқартып кейінге шегереміз. Яғни 2 нөлін қысқартып кейінге шегергенде 25. Дәл осылай 300-ді 100-ге бөлгенде соңғы оң жағындағы 2 нөлі қысқарады. Алып тастаймыз. Олай болса 3 деген сан шығады. 6-шы есептің асы. Шартты шешуі жауабы. Шарты. Келтек ағаштың ұзындығы 10 см, тақтай 400 см. Тақтай келтек ағаштан қанша есе ұзын? Шешуі.
400 сантиметр тақтайды жазамыз. Келтек ағаш 10 сантиметр. Есе ұзын, яғни салыстырмалы сұрақ бұл есепте беріліп тұрғаннан кейін мәтіндік есепте біз бөлеміз. Айырмашылығын сұрап тұрса, 400 сантиметрді 10 сантиметрге бөлеміз. Санды 10-ға бөлгенде, 10-да 1-0 болатындықтан сол берілген санның оң жағындағы 1-0 қысқарады. Олай болса, 400 сантиметрді бөлеміз 10 сантиметрге, 40 сантиметр. Жауабы тақтай келтек ағаштан 40 сантиметр ұзын. 6-шы есептің әсінде шарты келтек ағашының ұзындығы 10 сантиметр. Тақтайдың ұзындығы 400 сантиметр. Тақтай келтек ағашынан қанша сантиметрге артық? Яғни салыстырмалы сұрақ. Олай болса, айырмашылығын сұрап тұрса, біз азайтамыз. 400 сантиметрден 10 сантиметрді азайтамыз. 400-ден 10 сантиметр азайтқанда 390 сантиметр. Яғни 3 таңдалсан шығады. Жауабы тақтай келтек ағаштың ұзындығынан 390 сантиметрге артық. Осылайша айырмашылығын тауып аламыз. Мәтіндік есептің шартында, яғни берілісінде есе артық десе көбейтеміз, есе кем десе бөлеміз. Ал егер бұл қарағанда есе артық десе бөлеміз, бұл қарағанда есе кем десе керісінше көбейтеміз. Бұл жанама есеп болып табылады.